түркітілдес халықтың бауырластығына, достығына көп нәрсе жасап келе жатыр. Сізді түркі әлемінің атасы деп үлкен баға берді. Бірақ мына көршілес отырған Қырғыз елінің басшысы Алмазбек Атамбаев жақында Евроньюстегінге бір сұхбат берді. Сонда айтты, мына қазақтардың блокада жасап, адам шығыны болды, шекараны жауып қойды. Осындай сөздің шығуы неліктен деп ойлайсыз? Бұл бүйректен сирақ шығару деген бар ғой қазақта. Мен бұған қысқаша ғана жауап беремін. Жақында біздің премьер-министр Сағынтаев болып келді Қырғызда. Атамбаев оны қабылдады. Өзінше енді сондай ағаттық кеткен екен, соған неге көңіл бөлесіңдер деп ол да айтып жатыр. Бір жағынан, екінші жағынан ұлы Абайдың сөзі бар. Қырғыз бен қазақ бір туған дегенде қолдамайтын дүниеде ешкім жоқ деп. Сондықтан біз көршілес елміз, президенттер, басшылар келеді, кетеді, екі халық қалады. Оған онша көңіл бөле бермеу керек. Мына оларда сайлау болып жатыр. Жағдайлары қазір басқаша өзгертіп жатыр. Парламент сайлауы да болады. Сайлау кезде болады ғой ондайлар. Түсіндіре кететін жағдай 10-шы жылда айтты ғой ол. 10-шы жылда ішінде быт-шыт болып, переворот болып, заңды отырған президентті орнынан құлатып, қуып шығып жатқан кезде түрмеден кісілер шығарып жіберді. Барлығы сотқарлар бізге қарай лап еткен кезде жаптық шекараны. Болашақта солай болатын болса тағы да жабамыз. Қай мемлекет жаппайды шекарасын? Түркияда жауып отыр. Олардан сол кезде Өзбекстанда жапты, Тәжікстанда жапты. Сондықтан ол жерде ешкімнің кінәсі жоқ, кінә сөйледе болған жағдайда. Керісінше, Қырғыз елінің ішінде азамат соғысы болмасын деп, мен Бакиевті алып шықтым. Оның төгірегінде қаруланған үлкен топ болатын. Бішкекке барып, барлығын қиратамыз деп отырған кезде, Отынбаев деген сол кездегі мемлекеттің басшысы болатын. Соның қол қатыменен ол бізде бар. Онаны алып кетуді сұраймыз дегеннен кейін ұшақтарды жіберіп, әскерилерді жіберіп, мен алып шығып, соны ішін тыныштатқам. Сондықтан оған мән берудің керегі жоқ. Саясаткер болу үшін, ел басқару үшін кәдімгі ана пілдің терісіндей терің болу керек. Сабақтың өтпейтін. Ол өтімді кетімді бүгін айтты, ертең сөз деген әрине басшы болғаннан кейін ойланып сөйлеу керек әр сөзді. Жалпы екі елдің арасындағы, туысқан елдің, бауырлас елдің арасындағы қарым-қатынасқа сол арқылы сызат түседі деп мен ойламаймын. Жағдайлары оңай емес олардың. Көмектесіп отырмыз, әлде де көмектесеміз. Жақында біз 40 миллион ақша бердік. Ана шекарадағы лабораторияларды жөндеу үшін, бізге ет сүтін әкелу үшін 40 миллион доллар. Мен ақша жіберіп, ана Ошта бәрі қирап қалған кезде 2 мектеп салдырғыздым. Гуманитарлық көмекті де анда-санда беріп тұрамыз. Сондықтан барлығымыздың біз ағайынбыз ғой, жаңағы мен айтқандай, көршілес. Бәріміздің Қырғызстанның да, Өзбекстанның да, Тәжікстанның да, Қазақстан шығар жолы. Темір жолы да бізден, автокөлік жолы да бізден, ұшақтар да бізден келіп отырады, байланыс та бізден. Достықты сақтау керек, бірлікті сақтау керек, одан артық үлкен қазына жоқ дүниеде.